Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде осылай ұлдарға арналған осылай тақият оқимыз. Ол үшін менде мынадай қыбы жіп алдым и күрчок. Бисмилля деп бастаймыз. Былай. И домалақ кальций істеп аламыз. 3, 4, 5. Сегіз ілмек іліп алдым. Одан кальций жасаймыз. Осылай. Екізіп. Кальций болды. Енді осыдан 6 столбик без накидым тоғып шығамыз. Столбик без накидым тоғып шығамыз. Біреу бір просто іліп аламыз. Екіншісін тағы да столбик без накидым. Тағы да бір іліп аламыз. И столбик без накидым. Осылай 6 шығарамыз. Іліп аламын. Тағы біреу іліп аламын. Столбик без накидым. Тоқимыз. Сонда біз санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик без накидым болды. Міне менде 6 столбик без накидым алып алдым. Енді осыған әрбір столбик без накидымден 2 шығарамыз. Менде мына жерде столбик без накидым. Осы бір неге келтіріп аламыз. 2 іліп алдым. И тағы бір столбик без накидым дәл осы тесіктен іліп аламыз. Екеу болды. И бір іліп алдым. Тағы да осы столбик без накидым алған жерден тағы екіншісін аламыз. Тағы бір іліп аламыз. Енді мына жеріне дәл осы бір тесікке 2 столбик без накидым аламыз. Бір іліп алдым. И тағы да дәл осылай айналдырып тоқып шығамыз.
Қараңыздар. Қазір біреулеріміз шықтық. Енді біреуліп алдым. Қосамыз. Қараңыздар. Көріп тұрмыз сіздерге анық болып. Бірінші қатарда круг кольцо алдық. Екінші қатардан 6 столбик без накидов шығардық. Дәл осы үшінші қатарынан бір қатардың бір столбик накид алған жерден 2 столбик накид алдық. Арасында бір-бір жай іліп алған қатарлар болады осылай. Сөйтіп, енді төртінші қатардан біз мына 2 столбик без накидов алдық қой. Сол жерден 3 столбик накид шығарамыз. Әр біреуінен жеке-жеке 3 столбик без накидов шығарамыз. Ол үшін біз 1, 2, 3 іліп алдым. Енді екіншісі ортасынан ілеміз. Ал үшіншісіні соңғы қатарынан ілеміз. 3 столбик без накидов ілдік. Арасынан бір тоқып аламыз. Тағы да келесі жолға кетеміз міне. 1, 2. Ортасынан біреу алып аламыз. Құрметті көрермендер, осы 3 қараңыздар, по порядку кетіп баратыр. 1 столбик без накидов алдық, екінші қатардан 2 столбик накидов алдық, үшінші қатардан 3 столбик накидов алдық. Енді келесі қатар тағы да 4 без накидов аламыз. 4 столбик без накидов аламыз. 3 былай іліп алдым крючокпен и накидов и былай столбик без накидов. 4 шығарамыз енді келесі қатарда. Біреу іліп алдым, 4 шығардым. Үшеуден, келесі қатар 4-еуден.
осылай соңына дейін тоқимыз. Достар, 4 столбик без накидовден айналдырып тоқып алдым. Келесі қатар бізде 5 столбик накидов кетеді. 5 столбик без накидов тоқимын. И солай айналдырып 15 столбик без накидов болғанша тоқимыз. Бесеу алдым. Келесі қатар 6 столбик без накидов. Одан келесі қатар 7, сөйтіп 15 столбик без накидов болғанша тоқимыз. Құрметті көрермендер, осылай тоқып жалғасып жатыр. Қазір менікі 13 қатар болды. 15 стойкасы 15 болғанша тоқимыз. Қараңыздар, әр стойкаға бір-біреуден қосып кетеміз, е? Мына жерге біреу қостым. Біреу қостым. Енді бұл 13 қатар болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 болды. Бір іліп алам. И тағы да қайттан 13 қатар тоқимын. Осылай айналдырып тоқи бересіздер. И 15 қатарға жеткенде 15 қатар тоқимыз. Міне, құрметті көрермендер, менде 15 қатар болды. Былайнан 15 қатар тоқыдым. И былайнан менде 6 гүл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 гүл тоқыдым. Ал былайнан 15 қатар тоқып алдым. Көрдіңіздер ма? 1, 2, 3 көбейтіп, келе бердік, бір-бір қосып, содан 15 қатар тоқыдық. Енді келесі жолымыз бізде мына жерге келді. И біз мына 4 бұрыштың ортасына әкеп алдық. Алып келдік. Енді бұл жерден 3 петля шығарамыз. Міне 3 тоқыдық. Бір накид аламыз. Мына біреуді қалдырып, екіншісіден тоқимыз. Сөйтіп бір-біреуден азайтып, бір-бір стойканы бір-бір азайтып, бір қалғанша тоқимыз. Қазір көресіздер қалай өгіз шығатынын. Тоқып кете бересіздер. Менің каналымды көбінесе тоқуды білетін адамдар көреді. Сондықтан тоқуды білген адамдар сразу түсініп, тоқып кетеді. Менің каналыма лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал мына жерден тағы біреуді қалдырамыз. Бір не алып аламыз. Бір іліп, простой іліп алдық. И мына 4 бұрыштың ортасынан біз осылай накид жасаймыз. Көрдіңіздер ма? Енді тағы да біреу іліп аламыз. Накид, мына біреуді қалдырып, екінші жағына өтеміз. Осылай, мына жерде бір квадрат еді ғой. Енді 2-4 бұрыштан қалдырдық мені. Үшіншісіне тағы да до конца тоқып кете береміз. Осылай.
сіздерге тағы бір көрсетейін, сосын соны айналдырып тоқып шығыңыздар. Мына жерде біреу қалды, біз бір іліп аламыз. Ортасынан тағы бір осылай аламыз, тағы бір іліп аламыз. Мынаны қалдырамыз да екіншісінен аламыз. Осы қатарды полный айналдырып, осылай тоқып шығамыз. Міне достар, тоқуды жалғастырып жүрмін. Менде қазір тоқимыз. Мына біреуді қалдырамыз, біреуді алып, мынаның ортасынан тоқимыз. Тағы бір іліп аламыз. Құршығымызға төртбұрыштың ортасынан тоқимыз. Тағы бір іліп аламыз. Ортасынан тоқимыз. Тағы бір іліп аламыз. Мынау бір стойканы қалдырамыз, екінші стойкадан тоқимыз. Сонда бізде квадраттар төртбұрыш болды. Енді мына жер бізде 1, 2, 3, Міне достар, менде соңғы қатары қалды. Осылай болып шығып тұр менде. Қазір соңғы қатарын көрсетіп жіберейін сіздерге. 4 алдым. Мына жерде 3 қалды. Көрдіңіздер ме? Азайды уже. 4, мынадан 5, мына жерде 3 қалды. Соның ортасынан кіргіземіз. Бір стойка болды. Тағы бір алып аламыз. Мына жерге тоқимыз. Сөйтіп жалғастырамыз. Тегіс айналдырып, осылай тоқып шығамыз. Соңғы қатарына жеттім. Енді бізде әр төртбұрыштың ішіне мен былай қылып екеуден тоқып шығамын. Бұл 17. Екеу тоқылды. Енді мына жеріне тағы екеу тоқимын. Келесіге тағы екеу тоқимын. Көрдіңіздер ме? Осылай екеуден тоқып шығамын. Айналдырып тоқып шығамын.
мінекей мен соңына дейін тоқып шықтым айналдырып. Енді мынаған қосамыз. Міне қостық. Енді тағы да осылай бір қатар айналдырып тоқып шығамыз. Әрбір петляның үстінен тағы да осылай айналдырып екі рет тоқып шығамыз. Құрметті көрермендер, міне мен екі рет манжетін тоқып шықтым. Қаласаңыздар сіздер үш қатарға манжет істеулеріңізге болады, бірақ маған осы жетеді. Қараңыздар, қандай әдемі тақия болды. Тоқып көрулеріңізге болады. Өте оңай.